Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгінгі сабағымызда абсолюттік және салыстырмалы жиілік полигонына есептер шығаратын боламыз. Бізге мынандай тапсырма берілген. Қораптағы түрлі түсті шарлар жиынтығының абсолюттік жиілігі полигонын қолданып, шарлардың жалпы санын, әр түсті шарлардың салыстырмалы жиілігін табыңыздар, салыстырмалы жиіліктің полигонын салыңыздар деді. Бізге, яғни, абсолюттік жиіліктің полигоны, мінекей суретте көріп отырсыздар, берілген екен. Сонымен, бірінші шарлардың жалпы санын есептейік. Полигонды қарап отырсақ, қызыл түсті шарлардың саны 2 екен. Сары түсті шардың саны 5 екенін көруге болады. Жасыл түсті шарлардың саны 3. Көк түсті шарлардың саны 9. Және қоңыр түсті шарлардың саны 6 екен. Тең болады. Барлығын қоссақ 25 шар болады екен. Келесі, әр түстегі шарлардың салыстырмалы жиілігін табайық. Ол үшін алдымен кестені толтырып алайық. Қызыл түсті шарлардың саны 2, сары түсті шарлардың саны 5, жасыл түсті шарлардың саны 3, көк түсті шарлардың саны 9, ал қоңыр түсті шарлардың саны 6. Енді салыстырмалы жиілікті табу үшін осы абсолюттік жиілікті жалпы бақылаудың санына 25-ке бөлеміз. 2 бөлінген 25. 0,8 пайызға айналдырсақ 8% болады. Келесі, сары түсті шарлардың салыстырмалы жиілігін табайық. 5-ті 25-ке бөлсек 0,2 пайызға айналдырсақ 20%. Келесі, жасыл түсті шарлардың салыстырмалы жиілігі 3-ті 25-ке бөлгенде 0,12 болады. Бұл 12% көрсеткішті көрсетеді. Келесі, көк түсті шарлардың салыстырмалы жиілігі 9-ды 25-ке бөлеміз. 0,36, яғни бұл барлық шарлардың 36%-ын береді. Келесі, қоңыр түсті шарлардың салыстырмалы жиілігін табу үшін 6-ны 25-ке бөлеміз. 0,24 болады. Яғни бұл барлық шарлардың 24%-ын құрайды екен. Міне біз салыстырмалы жиілікті бөлшек санмен және пайызбен жазып шықтық. Енді жиіліктер кестесінің қасиеті бойынша тексеріп көруімізге болады. 0,8, 0,10, 0,112, 0,116 және 0,124 сандарының қосындысы 1-ге тең. Және пайыздарды қосып қарайтын болсақ, онда 100% шығады екен. Енді келесі салыстырмалы жиіліктің полигонын салайық. Координаталық жазықтықты алдық және X осінде варианты, яғни шарлардың түсі, ал Y осінде салыстырмалы жиіліктің мәндері. Нүктелерді белгіледік. Қызыл түсті шардың пайыздық көрсеткіші 8%, 8% шамамен осы жерде. Сары түсті шарлардың пайыздық көрсеткіші 20%. Жасыл түсті шарлардың пайыздық көрсеткіші 12%. Көк түсті шарлардың пайыздық көрсеткіші 36%. Және қоңыр түсті шарлардың пайыздық көрсеткіші 24% шамамен мына жерде болады. Нүктелерді белгілеп алдық, енді оларды кесінділермен қосайық. Сонда салыстырмалы жиіліктің полигонын аламыз екен. Міне оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда тағы да салыстырмалы жиілік, абсолюттік жиілік және салыстырмалы жиілік пен абсолюттік жиіліктің полигонына есептер шығардық. Енді үйден өздеріңіз мына тапсырманы орындап, бүгінгі сабақты пысықтаңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.